Аманкүл Бәкенқызы 1964 жылдың 21 сәуірінде Жамбыл облысы Талас ауданындағы Ақкөл шаруа жанұясында дүниеге келген. 1981 жылы аудан орталығындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепті үздік бітірген. Мектеп қабырғасынан бастап өлең жазумен айналысатын ұстаз. Қазір кемелдене түскен шағында ол проза, поэзия саласында өнімді қалам тартып жүр. Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетінде оқыған. Алғашқы еңбек жолын Ақкөл кәсіптік техникалық училищесінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы болып бастаған. 1989-1993 жылдары өзі білім алған Ыбырай Алтынсарин мектебінде ұстаздық қызмет етті. 1994-1996 жылдары Ақкөл орта мектебінде жалғастырды. 1997-2012 жылдары Тараз қаласындағы Айша Бибі қыздар лицейінде және Қазақ-түрік есеп экономикалық колледжінде қызмет атқарды. 2013 жылдың 25 тамызынан бастап Тараз қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді.